Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 53-ші сабақ табиғат сипаты тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтап, шығармашылық жұмыстар жасайтын боламыз. Бірінші тапсырма сәйкестендір. Мұғалімнің көмегімен табиғат құбылысын сипаттайтын сөздерді сәйкестендіріңдер. Мысалы, ашық аспан, сақылдаған аяз. Балалар, төменде 3 бағанда берілген сөздерді былай сәйкестендіруімізге болады. Ашық аспан, гуілдеген жел, алай-түлей боран, сақылдаған аяз, шатыр-шұтыр найзағай, түнерген аспан, жапалақ қар, нөсерлеткен жаңбыр, бет қаратпайтын жел, ақ түтек боран, аспан айналып жерге түскендей. Мінекей балалар, табиғат құбылысын сипаттайтын сөздерді осылай сәйкестендіреміз. Екінші тапсырма, өзің де далаға қарап, табиғаттың бір бөлшегін сипаттап айт. Балалар, қазір бізде қыс мезгілі, далаға қарап, табиғатты бұлай сипаттап айтуымызға болады. Қыс мезгілі айналаны аппақ қар жапқан, ақ ұлпа қар жамылған ағаштар мен үйлер көздің жауын алады. Бірі шанамен сырғанап, бірі ақ қала жасап, енді бірі қар атысып ойнаған балалар мәз-мейрам. Қысқы табиғат адамға тыныштық пен көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Ал енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың авторымен танысайық. Қастек Баянбай ақын. 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ жерінде дүниеге келген. Ақын өлеңдерінде балалар өміріндегі оқиғаларды қызық та түсінікті тілмен баяндайды. Ақынның Араша, Ақ шағала, Құс сүті, балаларға базарлық, тағы да басқа кітаптары бар. Түсініп оқы. Өлеңнің тақырыбы не жауып тұр? Қоюланып қара бұлт төкті көктем жаңбырды, шыға алмай далаға отыр елдің барлығы. Нан жауып тұр, нан жауып, деді көкем көңілді, өзі соған таң қалып отырғандай көрінді. Сүт жауып тұр, сүт жауып, деді апам қуанып, тегін аққа жұрт қарық болатындай бір ауық. Нұр жауып тұр, нұр жауып, деді әпкем жымиып, қолдау шығыс қағып, отырған жіп үйіріп. Осы сәтте өз сөзін көкем қайта жалғады, шаш етектен өссегін, сол ғой нанның жауғаны. Апам сондай емес пе, ойлайтыны мал қамы, сиыр тояр көк өссе, сол ғой сүттің жауғаны. Шешіп ойын жұмбақша, әпкем дағы сайрады, қырды қызыл гүл жапса, сол ғой нұрдың жауғаны. Сөзді бөлмей тыңдадық, шуламадық, күлмедік, сыртта жаңбыр тұр жауып, елге нан сүт нұр болып. Өлеңнің авторы Қастек Баянбай. Сөздікпен жұмыс. Балалар, бұл өлеңдегі түсініксіз сөздер бір ауық деген, бір мезгіл деген мағынаны береді. Шаш етектен деген мол, орасан, көп деген мағынаны береді. Аққа қарық болу, сүт өнімдерінің мол болуы деген мағынаны береді. Үшінші тапсырма, отбасы мүшелері жаңбырдан қандай жақсылық күтеді? Балалар, отбасы мүшелері көктемгі жаңбырдан үлкен жақсылық күтеді. Жаңбыр молынан жауса, шаш етектен егін өсіп, елге нан мол болсын деп тіледі. Көк қалың шығып, сиыр мен басқа да малдар тойса, ақ мол болады деп қуанды. Қырдың бәрін қызыл гүл жапса, айнала құлпырып, табиғат нұрға бөленіп, елдің көңілі шаттыққа толады деп күтеді. Төртінші тапсырма, дәлелде. Жаңбырдан басқа табиғат құбылыстарының адамзат тіршілігі үшін қандай пайдасы бар? Балалар, табиғат құбылыстарының адам өмірі үшін пайдасы өте зор. Мысалы, қыстыгүні қар мол жауса, көктемде егін бітік шығады. Өйткені қар жерді суықтан қорғап, топырақты ылғалға қандырады. Қардың астында егін мен шөптер ақырын өсіп, жақсы жетіледі. Соның арқасында жер көгеріп, елге молшылық пен береке келеді. Бесінші тапсырма, бұлт суретіндегі сөздерді көп нүктенің орнына қойып, өлеңді толықтырып оқы. Балалар, суреттегі берілген сөздер тезірек, төңірек, бұлданба, бұлманға, қырманда,
көбірек деген сөздер, иә? Ал енді осы сөздерді көп нүктенің орнына қойып, өлеңді толықтырып оқып көрейік. Өлеңнің тақырыбы жаңбырға екі өтініш. Көктем бұлты көңілді, қуантады өңірді. Балаларды қарсалар, былай-былай ән салар. Жау-жау жаңбыр көбірек, гүлге орансын төңірек. Шалғын өссін жайқалып, егін өссін тезірек. Біздің жаққа жиі кеп, әлсін-әлсін құйып өт. Қазір егер көп жаусаң, жердің берер сыйы көп. Күзде болса күн бұлттау, маңай тартар сұрғылттау. Балаларда көңілсіз, тілек айтар тек үнсіз. Жаума жаңбыр бұл маңға, жауамын деп бұлданба. Егін жатыр жиналмай, бидай ашық қырманда. Өлеңнің авторы Несіпбек Айтұлы. 6-шы тапсырма: балалар жаңбырға неліктен әртүрлі өтініш айтады? Балалар жаңбырға әртүрлі өтініш айтады, иә балалар? Себебі жаңбырдың уақыты мен мөлшері әр мезгілде әрқалай қажет. Мысалы, көктемде жаңбыр мол жауса, егін мен шөп жақсы өсіп, елге пайда келеді. Сондықтан балалар жаңбырды көбірек тілейді. Ал күзде жаңбыр көп жауса, егін уақытында жиналмай, адамдардың еңбегі босқа кетуі мүмкін. Сол себепті күзде балалар жаңбырдың жаумауын сұрайды. Осылайша балалар тіршілік пен еңбекке байланысты жаңбырға әртүрлі өтініш айтады. 7-ші тапсырма: қорытындыла. Жаңбыр жауса ел ырысы деген халық нақылын пайдаланып, өлеңдердің негізгі ойын түсіндіріңдер. Балалар, табиғатта адам өміріне тікелей әсер ететін құбылыстар көп. Соның бірі жаңбыр, иә? Халық жаңбыр жауса ел ырысы деп бекер айтпаған. Себебі жаңбыр жауса жер көгеріп, егін мен көк бітік өседі. Соның нәтижесінде елге мол өнім жиналып, адамдар ырыс несібеге көптеп кенеледі. Өлеңдерде де жаңбырдың елге береке мен молшылық әкелетін табиғаттың үлкен сыйы екен айтылған. Үйге тапсырма: өлеңдердің ұнаған шумағын жаттап алыңдар. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.